Алтыншы сынып оқушылары, бұл сабақта біз сіздермен English plus 6 Students Book Unit 3 Verbs, animlas, behavour атты сабақтағы жаттығулардың жасалу жолымен және жауаптарымен таныс боламыз. Page 36, 36 бет. Сабақты бастамас бұрын басқа да пайдалы сабақтарды жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ пайдалы болса, видеоға лайк басып, достармен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin our lesson. Сабағымызды бастаймыз. Және бүгінгі сабағымыз Verbs. Етістіктер, animals, behavior, жануарлардың мінез құлқы. Яғни бүгінгі сабақта біз сіздермен жануарлардың мінез құлқын сипаттайтын бірнеше етістіктермен таныс боламыз. Қандай етістіктер? Feed тамақтандыру, dig қазу, eat қоректену, catch ұстау, help көмектесу, fight төбелесу, protect қорғау, hunt аулау, hide тығылу, chase қуу атты етістіктер. Және де бір етістік бар, бұл жерде мен сіздерге жазған жоқпын, play білетін шығарсыздар. Егер бұл сөздерді білмейтін болсаңыздар, сөз кітаптерге жазып жаттап алыңыздар. Exercise 1. Check the meaning of the verbs in bold. Yes, ана төмендегі берілген етістіктердің мағынасын тексер дейді. Мен сіздерге жазып қойдым. Then look at the photos 1 to 6 and choose the correct verbs. Одан кейін төмендегі берілген 6 суретке қарай отырып, дұрыс сөйлем құрастыруымыз керек, яғни дұрыс етістікті таңдау қажет. The first. The blackbird is feeding its chicks. Yes? Feeding. Қарақұс өзінің балапандарын тамақтандыруда. The second. The beaver is building a dam. Құндыз дамба соғуда. The third. The chameleon is catching an insect with its tongue. Хамелеон өзінің тілімен жәндікті ұстауда. The fourth. The fish is protecting the other fish. Балық басқа балықтарды қорғауда. The fifth. The bear is hunting the salmon. Аю балық аулауда. The sixth. A falcon chasing a group of smaller birds. Яғни сұңқар құсы басқа кішкентай құстардың тобын қууда дейді. Next, exercise 2. Complete the sentences with names of animals. Compare your answer with a partner. Яғни бұл жеке жұмыс. Сөйлемдерге қарай отырып, мағынасына сәйкес сөйлемдерді жануарлардың атымен толықтыруымыз қажет. Мысалы, owls hunt at night, they eat small birds. Яғни бұл сөйлемнен біз білеміз, ол түнде аң аулайды екен, яғни owls, үкілер түнде ғана аңға шығады, үкілер түнде аң аулауға шығады, олар кішкентай жануарларды жейді. The first. Snakes hide in trees. Егер жыландар ағаштар жасырынады, they haven't got legs. Олардың аяқтары жоқ. The second. Bears catch fish. Аюлар балық ұстайды. They sleep in the winter. Олар қыста ұйықтайды. The third. Chameleons don't feed their young. Яғни хамелеондар өзінің балаларын тамақтандырмайды. They can change color when they want to hide. Олар егер жасырынғысы келсе, түстерін ауыстыра алады. The fourth. Sharks hunt small fish. Акулалар кішірек балықтарды аулайды. They sometimes attack humans. Олар кейде адамға да шабуылдайды. The fifth. Whales protect their babies from sharks. Киттер өзінің баласын акулалардан қорғайды. They sing to each other. Олар бір-біріне ән айтады, яғни олар бір-бірімен әңгімелескен кезде ән сияқты болып естіледі. The third. Listen to an interview with Mike. Майктың интервьюін тыңда дейді. Мен сіздерге жоғарыда сілтеме қалдырып кететін боламын. Тыңдап шығыңыздар. Which of the photos does Mike speak about? Mike қай суреттер туралы, қай жануарлар туралы айтты дейді. Тыңдалым бойынша. He speaks about photos 1, 3, 4 and 6. Ол бірінші, үшінші, төртінші және де алтыншы суреттер туралы айтады. Now exercise 4.
Try to complete the text. Төмендегі берілген нені мәтінді толықтыруға тырыс дейді түсіп қалған сөздермен. Одан кейін сол тыңдалымды тыңдап, жауабыңызды тексеріңіз. Енді сіздерге мен давай let's complete the text. Мәтінді толықтыратын боламыз. And translate this. Blackbirds feed their chicks every day for 2 weeks. Қарақұстар өзінің балапандарын 2 апта бойы тамақтандырады. In the second photo, the chameleon is catching a fly. Екінші суретте хамелеон балық шыбын ұстауда. The chameleon sometimes catches insects from a distance of 25 centimeters. Хамелеондар кейде өзінің жәндігі, яғни несін жәндікті 25 сантиметр қашықтықта ұстай алады осы тілімен. The big fish is a gollite group and it is 25 meters long. 2 meters long. Үлкен балық голайт деп аталады, және де оның ұзындығы 2 метрге дейін жетеді екен. It isn't attacking the small fish. It's protecting them. Ол кішкентай балықтарға шабуыл жасамайды, ол оларды қорғайды екен. In the last photo, a falcon is hunting small birds. Соңғы суретте сұңқар құсы кішкентай құстардың тобын аулауда. It's a very fast bird and it sometimes travels at 390 kilometers an hour. Ол өте жылдам құс, ол кейде сағатына 190 километр ұша алады екен. Next exercise 5. Choose an animal you know and answer the questions. Өзіңіз білетін бір жануарды алып, сол бойынша төмендегі берілген 4 сұраққа жауап бер дейді. The first question. How big is the animal? Ол жануар қаншалықты үлкен? Animals өте орасан үлкен, quite кішкене үлкен, not very big онша үлкен емес, quite small кішкене, кішкентай, not very кішкентай емес, teeny өте кішкентай деген сияқты сын есімдер берілген. Осы сын есімдерді қолданып жауап беру қажет. Мен сіздерге бия, яғни аюды алдым. It is an animal, yes. Ол үлкен жануар деп алдым, өте үлкен. The second, where does it live? Ол қайда тұрады? In trees, ағашта, in the sea, теңізде, өзенде, үйде, төбешіктерде, немесе басқада қандай? It lives in the forest. Ол орманда тұрады деп жаздым. The third, what does it eat? Яғни ол немен қоректенеді? Meat, ет, other animals, басқа жануарлар, grass, шөп, fruit, жеміс, other басқа. It eats meat, fish, fruit and honey, yes. Ол ет, балық, жеміс және де балмен қоректенеді деп жаздым. How does it move? Ол қалай қозғалады? Swim, жүзу, work, жүру, run, жүгіру, fly, ұшу. It walks and runs, yes. Ол жүреді және де жүгіре алады. Next exercise 6. Interview your partner about the animal. Use your answer in exercise 5. Яғни 5-ші жаттығудағы берілген жауаптар бойынша, яғни сіз мысалы аю туралы жазсаңыз, досыңыз басқа бір жануар туралы жазады, сол досыңыздың қандай жануар екенін сұрақ қою арқылы табу керек бұл жерде. How big is your animal? Ол қаншалықты үлкен? Осы сұрақтарды қойған сайын қойып, досыңыз жануардың атын атпайды, осы сөйлемдерді оқыған кезде сіз қандай жануар екенін табуыңыз қажет. Осымен біз 36-шы беттегі жаттығулардың жасалу жолымен жауаптармен таныс болдық. Келесі сабақта кездескенше, goodbye.